Бұл шығарылымда мен 2007 жылға «Создатель миров» атты қысқаметражды фильм туралы айтатын боламын. Әлемге әйгілі, тәжірибесі мол режиссер Брюс Бранитаның компьютерлік графикамен жасаған таңғажайып әдемі және әсерлі қысқаметражды фильмі Star Trek жобасында 4 рет Эмми сыйлығына ұсынылған болатын. Міне екі басты кейіпкердің бейнелерін қоспағанда, шебердің жаңа фильмі толығымен компьютерлік графика арқылы жасалған. Жас жігіт өзінің сүйікті әйелімен бірге әлемнің әр түрлі қалаларында бақытты және қызық кездердегі суреттерді көріп, сағына бастайды. Оның қолында кенеттен электронды сағат қосылды да, ол бірден іске кірісті. Айналаға қарап, өзінің саусақтарымен жаңа функцияларды көріп, жаңа әлемді модельдеуге кіріседі. Алдымен виртуалды сәулетші ғимараттарды ұзартып, оны үлкейтіп көреді. Қасына екіншісін, содан кейін үшіншісін жасап болған соң, біраз ойланып, оларды параллелепипедтерге айналдырады, көлемдерін ұзартып, биік дүниелер жасамақшы болады. Содан кейін осы қатарға қарама-қарсы фигураның үйіндісін көшіріп қояды. Нәтижеге қарап, ол есікке ұқсас тесік жасайды, содан кейін терезені де ұмытпайды. Архитектордың идеясы жаңа қаланы жасап жатқаны белгілі болады. Сәулетші қаланы безендіру үшін түрлі тәсілдер қолданады, бірақ жол белгілері туралы ұмытпай, жолдың бойына орналастырады. Бояу мен әрлеу жұмысына кезек келді. Ол айналаны бояп, түрлі түсті бояуларды қолданады. Сәулетші қолындағы көмекші құралы мен қабырғаны ежелгі тас немесе кірпішпен безендіреді. Көшені аралап қарайды. Әр үй өз келбетін алып, көпір әйнекпен қапталып, терезелерді әйнекпен жабады. Енді ағаш өсіріп, ең жақсы түрімен өлшемін таңдайды. Содан кейін гүл отырғызып, әр жапырақшасын сүйіспеншілікпен бояйды. Жұмысын бітірген ол бір нәрсені аяқтамағанын түсінеді. Ол қайтып келіп, гүлді мұқият бояйды. Оны жетілдіріп, керемет хош иіс береді. Енді көңілі толған шебер күлімсіреп, өз қаласына тамсанып біраз тұрып қалады. Бірақ сағат тағы да дабыл беріп, бір нәрсе дұрыс емес дегендей кейіпте тұр. Шебер қысқа уақытта кішкентай кемшіліктерді түзетіп, күн сәулесін шығарады. Онымен ойнап, ең жақсы жарықтандыруды таңдайды, сөйтіп бір бөлмеге тығылады. Сағат соңғы секундтарды санап, қала өмірге келеді. Туларды жел қимылдатып, құстардың дауысы шыға бастайды. Күннің шуағы түсіп, ағаш бұтақтардың жапырақтары көпірге ұшады. Қоңыраудың үні шығып, есіктен жалаң аяқты жас әйел шығады. Ол қалаға таңдана қарап, оның иісін жұтып, қуаныш пен бақытқа бөленеді. Ол көшеде жалаң аяқ жүріп, су бұрқақтың таза суынан ләззат алады. Қолымен таза қоршауларды алып, жарқыраған әйнекке қарайды. Оны көріп қуанған архитектор оны сырттай бақылауды жалғастырады. Кенеттен шатырдың аяқталмаған фрагментін байқап қалады, бірақ әйел бұл кемшілікті байқамайды деп үміттенеді. Әйел әрі қарай жүріп, гүлді байқайды. Ол оның алдына отырып, қуанып қалады. Гүл күннің көрінісі сияқты жарқырайды. Әйел оның жанында отырып, хош иісін иіскеп, өкінішпен басын шайқап, кету үшін орнынан тұрады. Ол көшеден өтіп, үйінің есігіне жеткенде айналасына мұңайып қарап, үйге кіріп кетеді. Осы сәтте қала бірден келбетін жоғалтып, шынайы түстің көрінісі шыға бастайды. Көңілі түскен шебер өзі салған қаласының қалай қирап, аударылғанына қарап тұрады. Виртуалды өмірден тек гүлдің жанында күлімсіреген әйелдің суреті ғана қалады. Ол суретті ұстап алады да жоғалып кетпей тұрғанда оны сүйеді. Енді жігіт ауруханадағы бөлменің алдынан бірақ шығады. Ішінде комада жатқан сүйікті әйелдің денесін көреді. Көптеген құрылғылар оның өмір сүруіне ықпал етіп тұр екен. Жігіт қасына келіп оны ақырын сүйіп кетіп қалады. Бірақ стаканда виртуалды қаладан көрген гүл айналасына сәуле шашып тұрғанын байқамады. Адамдар мен саған бүкіл әлемді сыйлаймын деп жиі айтады. Ал іске келгенде, өзіне қымбат адам үшін тіпті бір сағат уақытында бөле алмай жатады. Сондықтан бір-бірімізге көңіл бөлуді ұмытпай, қысқа ғана ғұмырда бақытты да баянды өмір кешуді Аллам нәсіп етсін. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз.